Түркістанға тұт ағашының келуі. Ясауи бабамыз зікір салауатты көп айтумен жүрек көзін ашқан соң, Тәңірісі оған керемет қасиет дарытыпты. Таң намазын оқығанда, парызын Түркістанда, сүннетін Қағбада оқиды екен. Бірде осы кереметін Сүлеймен Бақырғани шәкірті сезіп қояды. Ұстазына: «Тақсыр, сақарда зікірден соң сіз жоқ болып кетесіз. Азан шақырылып, таң намазын оқуға жиналғанда ғайыптан пайда боласыз. Мұның сыры неде?» деді. Бұл кезде Сүлеймен Бақырғанидың де рухани дәрежесі өсіп келе жатыр еді. Себебі ұстазының керемет қалін одан өзге шәкірті сезбеді. «Әзірет Сұлтан, намаздың сүретін Қағбада оқимын» деді. Бір шетінен шәкіртін сынау үшін әдейі айтты. Егер шикі болса, кереметке күмән келтіріп сенбеу керекті. Бірақ Бақырғани бірден сенді. Ол: «Ертең сахардан соң мені де ерте кетіңізші, Қағбаға барып намаз оқиын» деп өтінді. Ұстазы келісті, ертесіне сахардан соң. Ал Сүлеймен: «Жайнамазыңа отыр. Мүбәрәк пайғамбарым намаз момынның миғражы деген. Қазір ғайыптың күшімен самғаймыз, бірақ жолда көзіңді ашпа. Мен айтқан кезде ғана аш» деді. Сүлеймен келісті, көзін жұмып отырды. Бір кезде аш деген дауыс естілді. Кірпігін көтеріп еді, Қағбаны көрді. Жұрт намаз оқып жатыр екен. Бұлда Аллаға тәкбір айтып, 2 рәкат сүннет намазын орындады. Болған соң ұстазы: «Енді көзіңді жұм, Түркістанға қайтамыз» деді. Сүлеймен көзін жұмды. Бір кезде «Көзімді ашсам не болар екен?» деп ойлап, көзін ашып қалып еді, көктен құлдилап келіп, бір сарайдың ішіне топ етті. Бұл Шам патшасының қазына сарайы екен. Күзетшілер қазынаға ұры түсті деп дабыл көтерді. Дереу ұстап, дедектетіп сарайға келді. Ауласына жемісі әбден піскен алып тұт ағашы жайқалып тұр екен. Сүлейменді соған байлап қойды. Ел жұрт ұйқыдан тұрып, бұл не шу деп жиналып жатты. Әне-міне дегенше хан да келіп жетті. Сүлейменді тергей бастады. Бұл кезде Әзірет Түркістанға жеткен еді. Қараса, Сүлеймен жоқ. Өзге шәкірттері таң намазының парызын өтейін деп қамат түсіріп жатты. Ясауи имам болып намаз берді де дұғасын қайырды. Жамағат тарасымен Шамға қарай самғады. Қараса, Сүлейменді ағашқа байлап қойып, тамам жұрт қалқалап тұр екен. Әзірет Сұлтан төбеден төніп келді де: «Әй Сүлеймен, соз қолыңды» деді. Сүлеймен қуанып кетті. Ясауи «Я бісміллә» деп баланы тартып қалып еді, тұт ағашы тамыр-тұмырымен бірге жұлынды. Көкке көтеріліп, «Түркістан қайдасың?» деп зымырай жөнелді. Шам халқы аңтарылып қалды. Хан болса, жағасын ұстаған күйі тағында қатты да қалды. Сүлеймен Түркістанға аман-есен жеткеніне шүкіршілік етіп, уәдеде тұра алмаған үшін ұстазынан кешірім сұрады. Көкте қалықтап келе жатқанда ағаштың ұрығы ұлы далаға шашылып кетті. Осыдан бастап Түркістан жерінде тұттың көшеті көгере бастады. Ал Әзірет Сұлтан кесенесінің айналасында өсіп тұрған тұт ағаштары сол кезде Сүлейменмен бірге келген тұттың дәндерінен өнген деседі.